Бәріне сәлем, мен сіздерге бүгін 2013 жылы шыққан триллер Dirty Teacher деген фильм жайлы айтатын боламын. Жоғарғы сыныпта оқитын Джейми Холл есімді қыз Коэн есімді мұғаліміне сыйлық әкелген болатын. Себебі Колин мұғалімі басқа мектепке көшіп бара жатқан болатын. Коэн Джеймиге колледжге түсіп стипендия алатын сенімді екенін айтады. Оны ауыстыратын жақсы рекомендациясы бар Молли Мэдсон есімді мұғалім келетінін айтады. Джейми үйіне оралғасын ата-анасымен жолығып, анасы оған тек өз біліміне сүйенуін ғана ескертеді. Себебі оны оқытатын ақша жоқ. Әкесін жұмысынан шығарып жібергенін айтады. Джейми мұны естіп, қатты қобалжып, жігіті Дэнни Кэмпбеллге келіп, ол оны жұбатып жатқанда, анасы Дэннидің Гвен есімді келіп қалып, Джейми үйіне кетіп қалады. Дэннидің анасы қызбен көп сөйлесе берме, ертең сені мықты университетке түсіреміз, сабағыңа көңіл бөл дейді. Дэнни болса анасына ренжіп, оның әкесі Джеймидің әкесін жұмыстан шығарған. Сол себепті болатын. Себебі ол ірі бизнесмен болатын. Яғни Дэннидің әкесі ірі бизнестің иесі. Солай мектепке жаңа мұғалім Молли Мэдсон келеді. Ол оқушылармен танысып, әдемі жігіт Дэннидің көріп, сабақтан соң қаласың дейді. Солай екеуі сабақты талқылап отырып, кеңінен танысып, Дэнни мен Джеймидің жүретінін біліп алып, телефон нөмірін ауыстырып, себебі әрдайым сабақтан көмектесем деп сөз береді. Дэнни үйге келсе, Дэнни мен Джеймидің әкелері ерегесіп жатқан болады. Себебі Джеймидің әкесінің жұмыстан шығарып жіберген болатын. Джейми әкесін сол жерден алып кетеді. Ертесіне Джейми жазбаша бақылаудан 3 деген баға алып, таңданып отырады. Сосын сабақ соңында Джейми Молли мұғаліміне келіп, қайта тапсыруға мүмкіндік сұрайды. Молли болса оған аз ғана уақыт береді. Джейми болса оған қатты таңданып, Джейми Дэнни екеуі кездесіп жүргендеріне 1 жыл болған атап өтуден Джейми бас тартады. Себебі ол бақылауға дайындалу керек еді. Колледжге түсу керек, оны оқытатын ешкім жоқ екенін айтады. Дэнни болса ренжіп, сабақта маған сен артықсың деп сыйлығын беріп кетіп қалады. Келесі күні Дэннидің футбол командасы тағы ұтылып көңіл күйге түседі. Джеймидің әкесі Стивен жұмыс таба алмай қарыздары арта бастайды. Сол күні Молли мұғалім Дэнниді күтпеген жерден мейрамханаға шақырып, екеуі сол жерде сыра ішіп, Молли болса Дэнниден қызы Джейми жайлы сұрай береді. Дэнни болса еш нәрсені жасырмай айтып береді. Сосын сабақты жақсы үйрену үшін Молли Дэннидің үйіне шақырады. Джейми болса сол кезде Дэнниді іздей бастайды. Солай ол құрбысы Хизерге хабарласады. Ол кеште болатын, бірақ ол жерде жоқ болып шығады. Ертесіне Дэнни сабақты Джеймиді алдап ауырып тұрғанын айтып, ешқайда бара алмаған деп алдай салады. Солай арада 1 апта өтеді. Бір күні тағы бір кеш болғанда, Дэнни мен Джейми екеуі бірге кешке келіп көңіл көтереді. Джейми жылдық күнді атап өте алмағанына Дэнниден кешірім сұрайды. Солай екеуі оңаша бөлмеде аймаласып жатқанда, Дэнни қосылғысы келеді, бірақ Джеймидің дайын емес екенін айтқанда, оған Дэнни ашуланып, ренжіп достармен ішуге кетіп қалады. Сол кезде Молли мұғалім әдейігі көлігін бұзып тастап, Дэнниді көмекке шақырады. Ішімдікке тойып алған Дэнни Моллидің көлігін жөндеп беріп, Молли оны ішке шақырып, жуын деп, тіпті флирт жасап, бөлмесіне шақырып, сол жерде екеуі қосылады. Дэнни үйіне оралғанда, есік алдында оны Джейми күтіп алады. Ол бәрін біліп қойған болатын. Дэнни болса не айтарын білмей аптырап қалады. Сол сәтте анасы Гвен шығып қалып, араларына араша түседі. Сосын Джейми ренжіп кетіп қалады. Ертесіне сабақ барысында бақылауда Молли Джеймиге тағы да төмен баға қойған болатын. Ол не себепті маған осылай қойды деп Хизерге айтады. Сосын ол Моллиді аңди бастайды.
Молли тағы да Дэннимен кездесіп жатып, өзінің жағдайын айтып беріп жүреді. Сабақ кезінде Джейми Дэнниге келіп, неге маған Молли төмен баға қоя береді дейді. Дэнни болса, Молли мұғалімнен барып, неге Джеймиге төмен баға қоясың дегенде, Молли болса, ол өзі дұрыс орындамады деп сүйе кетеді. Сол сәтте оны Джейми бақылап тұрғанын Дэнни көріп қалады. Дэнни болса, Моллиді тастап, Джеймидің артынан кетіп барып жалынады. Кешір деп, енді бәрін дұрыстаймын дейді. Джейми болса ренжіп жылап тұрады. Сол сәтте Молли бала кезіндегі өгей анасының талай ұрысқан дауыстары құлағына келе береді. Оны бала кезде өгей анасы талай ұрысып кемсіткен болатын. Сосын Молли өзінің көп нәрсе бүлдіргенін сезіп, Джеймидің бағасын 5-ке өзгертіп береді. Бірақ Джейми оған үндемей парағын алып кетеді. Сосын Молли Джеймиді директорге жамандап, қазір ол агрессивті болып жүр дейді. Содан кейін Дэнни Джеймиге келіп кешірім сұрап, бәрін қайта бастайық. Енді оған жоламаймын деп сөз береді. Дэнни үйіне келіп Моллиді кездесуге шақырады. Оған қатты тез қуанған Молли паркке келгенде, Дэнни Моллиге енді бәрі бітті. Енді саған жоламайым дейді. Қатты ашуланған Молли машинаға мініп Дэнниді қағып кетіп өлтіреді. Дэннидің қанын көлігінен жасырмақшы болған Молли өзінің көлігінде қалған қанды Джеймидің көлігіне келіп жағып кетеді. Сосын Молли көлігін барып жөндетіп тастайды. Келесі күні Джеймидің анасы паркте Дэннидің денесі табылғанын айтады. Сосын оларды полицияға шақырып алып кетеді. Полиция бөлімшесінде Дэннидің ата-анасы Джеймиге атылып, неге өлтірдің деп айыптағады. Джейми полицияға барлық білгенін айтады. Ол кеше Моллимен кездесетінін айтқан болатын дейді. Полиция солай Моллиге келеді. Молли Джейми жалы жауып жатыр дейді. Себебі Молли Дэннимен сөйлескенде басқа телефонмен жазысқан болатын. Сол себепті дәлелдей алмайтын еді. Сосын детективтер Джеймидің үйіне келіп, тінтіп жүріп, ақыры көліктен Дэннидің қан ізін тауып, Джеймиді бөлімшеге алып кетеді. Ертесіне Джеймидің ата-анасы көп ақша қарыз тауып, қыздарын уақытша аяғына браслет тақтырып шығарып алады. Джейми ата-анасына келіп, мені өлтірмегенін айтып, Моллиге бет алады. Ол Моллиге келіп, ерегесіп, мойнында деп айтады. Солай Молли қатты ашуланып, есі ауысып, Дэнниді өлтірдім, енді сені де өлтірем деп пышақты алып жатқанда, детективтер келіп араша болып қалады. Себебі полиция Джеймидің аяғындағы сигнал бойынша келген болатын. Солай Моллиді ұстап, ол соңынан мойындайды. Бірнеше күн өткен соң колледжден хабар келеді. Онда Джеймидің оқуға түскені жайлы айтылған болатын. Бірақ Джеймидің Дэнниді есіне алып, біраз жабырқап қалады. Кино солай бітеді. Арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.